Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында рулет дайындайтын боламыз. Рулетіміз өте дәмді, үлпілдек, жұмсақ болып шықты. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттер түсіретін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге және отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Рулетіміздің құрамы барлық үйде табылады, өте қарапайым заттардан тұрады. Міне рулетімізді кесіп жатырмын. Өте жұмсақ, воздушный болып шықты. Дүкеннің рулеттерінен ешқандай айырмашылығы жоқ. Бізге керегі 4 жұмыртқа және қант. Екеуін жақсылап ағарғанша миксерлеп алатын боламыз. Жұмыртқаларыңызды холодильниктен шығарып қойсаңыздар, ағаруы тез болады. Және крахмал қосасыздар үстінен. Мен алдын ала өлшеп дайындап қойғанмын. Менде жүгері крахмалы. Ол жүгері крахмалы міндетті емес. Сіздерде қандай крахмал болса, соны пайдалана берсеңіздер болады. Және алдын ала електен өткізілген ұн, 1 шай қасық разрыхитель екеуін араластырып, оны да үстіне салып араластырамыз. Және осылай лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай араластырыңыздар. Сол кезде бисквиттеріңіз көтеріліп пісетін болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай төменнен жоғары қарай араластырамыз. Міне осымен бисквитіміз дайын. Енді пешімізді қыздырып, 175 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Противенімізге міне құйып қойдым. Міне пісті. Алып, ыстықтай осылай тряпкаға қойып орайтын боласыздар. Сол кезде рулеттеріңіз сынып кетпейтін болады. Арасына өз фантазияларыңыз бойынша түрлі тосаптар, болмаса сгущенка жақсаңыздар болады. Мен сгущенка жақтым. Міне жасалуы өте оңай. Өздеріңіз көріп тұрғандай әрі дәмді болып шықты аз уақыттың ішінде. Міне осылай орап шығамыз. Осымен бисквитіміз дайын. Осылай да кесіп жей берсеңіздер болады. Мен бірақ үстінен шоколадты осылай әдемілеп жүргізіп шықтым. Шоколадымызды ыстық суға салып пакетке. Сол судың ішіне салып қойдым, ертіп алдым алдын ала. Міне солай әсемдеп жатырмын. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.